Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерді Canva приложениесімен таныстырғым келеді. Canva приложениесі кез келген ютуберлердің, блогерлердің, инфобизнесмендердің жүгін жұмысын жеңілдететін керемет ыңғайлы приложение. Ол приложениеге кірсеңіздер, осындай дайын шаблондар өте көп. Ішінде кез келген Инстаграмның сторисына, Инстаграмның постына арналған осындай дайын шаблондар бар. Ішіне кіріп, өздеріңіздің суреттеріңізді, өздеріңіздің жазуларыңызбен өзгертсеңіздер болады. Ішінде осындай тіпті логолар да бар. Біз интернет-магазиндарыңыз бар болса, соның атын да осылай жазуға болады. Және стористарды да дәл осылай өзіңіз қалаған түсте, қалаған суреттеріңізді қойып, әдемілеп өзгертуге болады. Ал мен бүгін сіздерге көрсеткім келетіні ол ютуберлерге арналған ютубтың интролары және ютубқа баннер жасау. Ол үшін осы жерде видео істеп тұр. Осы видео істегенге интролар жасауға болады, яғни менің видеомда қазір нелер көрсетіледі деген сияқты. Ол үшін мен ең таңдаған бір видеомның үстінен бастым. Ол осылай ашылды. Және мына астыңғы жақтарында видеоларды, өздеріңіз суреттерді өзгертуге болады. Және соның орнына өздеріңіздің жазуларыңызбен де жазсаңыздар болады. Және осындай мини бір интро шығады. Яғни мини видео, бүгінгі видеода не болатыны туралы осындай бір шағын видео салып кетсеңіздер болады. Ол ютубтың әрі қарай көрермендерді ұстап қалуға арналған бір шағын лайфхак. Енді сіздерге баннерді көрсетейін. Баннер үшін осының арасында YouTube thumbnails немесе YouTube баннер деп тұрады. Орысша түрінде осылай кірсеңіздер, мұнда тегіндері де көп, ақшамен де дайын шаблондар бар. Осы жерде paid деп тұр, значит олар ақшамен, ондай белгісі жоқтарды тегін. Қазір сіздерге біреуін жасап көрсетпекпін. Мен өзіме ұнаған біреуін таңдаймын. Ол тегін болады. Соның үстін басамыз. Осылай кішкене загрузка болып ашылады. Ашылғаннан кейін осы жерге жазуларды кез келген өзіңіздің тақырыбыңыздағы жазуды жаза аласыз. Қазақша шрифтпен, орысша, ағылшынша шрифтпен жазуға болады. Бірақ орысша және қазақша жазуларда шрифтін өзгерту өте аз, көбінесе өзгермей жатады. Мен сол үшін таубау деген жазуды ағылшынша жазып, қалай өзгеретінін көрсеткім келді сіздерге. Осылай ағылшынша жазып алғаннан кейін астынан кез келген шрифтті өзгертуге болады, жазудың түсін өзгертуге де болады, жазудың үлкейтіп, кішірейтіп, қисайтып, жирный қылып, курсив қылып деген сияқты әртүрлі тәсілде жасауға болады. Осылай басты тақырыпты жазып болғаннан кейін мен астына да адамдардың назарын аударатын жазу жазғым келді. 1700 теңге, не бар 1700 теңге тұратын аяқ киімге осы видеоны қарау үшін, осы сөз оларды шақыру үшін осыны жазып, үлкейтіп, жан-жағын дұрыстап деген сияқты қоятын боламын. Келесі кезек ол суретте. Ол үшін осы рамканың үстін басамыз. Астында replace деген тұр. Сол replaceке басып, өзімізді қалаған суретімізді қоямыз. Суретті қойдым. Овальный болып, жарты аяқ киім жоқ болып қалды. Маған ұнамады, өзгертуге тырыстым. Сонда да ұнамай қалды. Сол үшін мен бұны алып өшіріп тастадым. Оның орнынан новый рамка алып келіп, соған өзімнің қалаған суретімді қоятын боламын. Ол үшін осы жердегі плюс батырмасын бастым да, осы жерде рамка, фрейм дегенді бастым. Және осындай рамка алып келдім. Егер осындай рамка болатын болса, бұған сіздер replace'ті басып, кез келген суретіңізді қоя аласыз. Осылай мен өзімнің суретімді қойдым. Ол суретті 2 рет бассаңыз, ортаға алып келуге болады. Аяқ киім шетте қалып қойды өткені. Мына ортаға осылай жылжыттым. Қайтадан бассаңыздар шығып кетесіздер. Енді маған осы жерде түзетулер енгізу керек, үлкейтіп, ортаға қойып деген сияқты. Жазуды енді өздеріңіз қалағанда өзгерте аласыздар. Мына жерде плюс батырмасын бассаңыздар, неше түрлі әдемі нәрселер бар. Мысалы, қараңыздар, elements деген жерде қозғалатын анимация гифтер де бар, осындай жаңағы фоторамкалар да бар, неше түрлі. Мен мысалға графикстің ішінен қолданғым келді. Мысалға ютубтың белгісі тұр, subscribe деген осыны қолданып, мен әкеліп қоямын.
осылай өз өзгертулеріңізде бірдеңе ұнамай қалса, жоғарыдағы артқа қайту белгісін бассаңыздар, қайтадан артқа әкеп береді. Сосын соны қайтадан орнына қойып қойсаңыздар болады. Жаңағы плюс батырмасын басып, қайтадан сол жерге кіріп, өздеріңіздің қалаған эффекттеріңізді, графикаларыңызды қойсаңыздар болады. Мысалы, мен мынандай гүл таңдап әкелдім. Оның неше түрлісі бар болды жаңағы жерде. Сіздер өздеріңіздің қалаған нәрселеріңізді алып келіп, олай өздеріңіздің суреттеріңізді әсемдесеңіздер болады. Түзетулерді әртүрлі енгізе беруге де болады. Өздеріңіздің қалаған түсті де таңдауға болады. Көбінесе қолданатын түстеріңізді сақтап қойсаңыздар да болады. Осы суретті сақтау үшін жоғарыдағы осы сейф батырмасын басамыз. Төменге қарай қарап тұрған стрелканы. Сосын және де өздеріңіздің телефондарыңызға қарасаңыздар, фотода сақталып тұрған болу керек. Canva приложениесі дегеніміз осы, яғни дайын шаблондар, әртүрлі YouTube-ға болсын, Instagram-ға болсын, осылай YouTube баннерларды, осы YouTube баннер немесе thumbnails деп іздесеңіздер, неше түрлі дайын түрлері бар, табиғатқа болсын, тамақ жасайтындарға болсын, немесе бизнесмендерге де болсын, осылай кіріп, өздеріңіздің қалаған түстеріңізге, түрлеріңізге өзгертіп ала аласыздар. Менің де YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Canva-ның компьютерге арнаған версиясын да шығаратын боламын.